Сәлем достар, сіздермен бірге Айнұр. Бүгін біз бауырсақ пісіреміз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Оның үстіне жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық аш тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Дрожжымызды араластырып болған соң, үстіне 1 шай қасық тұз, 3 шай қасық шекер, 2 ас қасық майонез салып араластырамыз. Майонезімізді араластырып болғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп саламыз. Қамырымыз бос болуы қажет, осындай. Енді оның үстіне өсімдік майын қосып елейміз. Елеп болған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны жаю үшін астына ұнды сеуеміз. Және де 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін алып қойып, 2 бөлігін оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып болған қамырымызды арнайы осындай қиғышпен қиып шығамыз.
қиып болған қамырларымызды қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Достар, бауырсағымыз дайын болды. Бауырсақ өте дәмді болып шыққан. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.